Мұғалімдік біздің әулетіміздің жолы. Менің атым Санжар. Мен 16 жастамын. Біздің отбасымыз мұғалімдер әулеті. Әжем, әкем, анам, ағам, жеңгем барлығы ұстаз. Бұл біздің отбасымыздың таңдауы ғана емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан жол. Әжем өмірін ұстаздыққа арнаған жан. Ол бірнеше буын шәкірт тәрбиелеп, білім мен тәрбие арқылы қоғамға қызмет етті. Әжем үшін мұғалім болу адамға жол көрсету, болашаққа бағыт беру деген сөз. Әкем де ұстаз. Ол сабағына жауапкершілікпен қарап, әр оқушының қабілетін ашуға тырысады. Әкем маған ер адам үшін ең басты қасиет, адал еңбек пен тұрақтылық екенін үйретті. Ал мен анам жүрегі мейірімге толы ұстаз. Анамның еңбегінен мұғалім болу тек сабақ беру емес, адам тәрбиелеу екенін түсіндім. Анам мен үшін ақыл мен мейірімнің үлгісі. Отбасымызда бұл жолды жалғастырып келе жатқан ағам мен жеңгем бар. Олар шәкірттеріне тек білім емес, адамгершілік пен сенім сыйлайды. Бұл ұстаздықтың біздің отбасымызда таңдау емес, өмір салты екенін көрсетеді. Ұстаздар отбасында өскен соң, мен үшін мамандық таңдау үлкен жауапкершілік. Мен болашақта өз ісіне, адал еліне пайдасы тиетін маман болғым келеді. Ұстаздық жол мен үшін құрмет пен сенім жолы. Мен өз отбасымды мақтан тұтамын. Ұстаздық біздің отбасымыздың жүрегінде, ал білім болашақтың кілті.